Тараз қаласының Жеңіс деген парк кәдімгідей. Керемет. Өздері футболкамен жүр. Футболкамен жүгіріп жүр. В общем, керемет. Актерлардан сұрайтын сияқты осыны. Сондай керемет. Тишины хочу, тишины, молчание с холодом, легким ветром. Мынандай мостары бар. Керемет. Тып-тыныш. Гүжілдеген адам да жоқ. Тап-таза. Сондай керемет. Кереметтей мост. Біздің Алматының паркіне барсаңыздар, адам өте көп. Ал мына жақта адамдар аз. Тыныш. Өте тыныш. Қыстан шығып, сезондар келмей бәрі тұрмын. Жағалауда енді сезон басталса, осының бәрі жұмыс жасайды. Мұнда бір катамаран батып кетіпті. Жағаға шығарып ремонттап алатын жері. Аяқ жағына жеттік. Өте үлкен де емес екен, кішігірім. Осындай керемет тыныш. Ауа райы да күшті болып тұр. Күн жып-жылы. Ал мына жаққа жабайы десек болады. Бұл жерде балық бар ма екен, странно. Бар шығар. Өзен болғаннан кейін балық болады ғой. Осындай керемет. Ойын алаңдары. Keremet.
қозғалып тұр. Бар, қалаға шығып кетесіздер. Міне кезіндегі БТР қоймаға көрмеге қойғандар. БТР ма білмеймін. Бұның атауын осындай. Бронетехника деп қоямыз ба? Сауытталынған ауыр көліктер. Міне. Кіріп шығатын жерлері әскердің. Керемет. Ал мынау қандай танк білесіздер ме? World of Tanks ойнасаңыздар білулеріңіз керек. Керемет, не деген? Пулемет орнататын жерін. Масқара деу. Т-54 танкісі. Ал мынау төр әскер таситын кішігірім әскери техника. Үстіне шығуға қатаң тыйым салынады дейді. 10 жылға созылған ауған соғысына 22 мың қазақстандықтар. Оның ішінде 2 мың шамылдықтар қатысты дейді. 105 жерлесіміз Қызыл Жұлдыз орденімен 1292 адам арнайы медальдармен марапатталды. Ауған соғысының ардагерлері генерал-лейтенант Б. Ертаевқа халық қаһарманы атағы берілді дейді. Ауған соғысына қатысқан. Мынандай да нелер бар екен. Сол ауған соғысына қатысқан кісілердің есімдері сияқты. Тағы да біреу тұр. Т-54. Мынау ғой деймін Т-54. Аналар Т-62 ма? Амай мынау Т-54. Аналар Т-62 походу. Өйткені надо өзгеше екен кішкене. Өзгерістер бар. Мынау походу Т-54. Аналар Т-62 походу. Ғазиз Байтасов деген кісіге қойылған ескерткіш, міндет, абырой, ерлік. Керемет. Осындай алаң. Керемет, тап-таза.
Артериала тілім келмей қалды ғой. Артиллерия ойбай. Айта алмай қалдық қой. Зеңбіректер ұшып. Қандай зеңбіректер, әскери техника. Үстіне шығуға қатаң тыйым салынады дейді. Мынау кейінгі танкілердің орнатылған, анау по-моему истриға қойылған кейін. Ал мынау осы именно зеңбірек ИСУ-152-ге орнатылған. ИСУ-152. Ал мынау Су-85, Су-100-кі соларға орнатылған. Походу зеңбіректер ұқсайды. Ал мынау өзіміздің атақты ИС. Иосиф Сталин атындағы танкке орнатылған зеңбірек. Ал мына жерде әр ауданның аттары жазылған. Жамбыл ауданы, Қордай ауданы. Сол жерден қатысқандар шығар. Үлкен, өте үлкен саябақ екен. Бүгіндікке осы жерді аралаумен уақытым өтетін сияқты. Мынау тыл ардагерлеріне қойылған ескерткіш сияқты. Ал мынау танк залы дейді. Бұл жерге бір келіп тоқталармыз әзірге. Мұнда жаздың күні келсеңіздер тіптім керемет. Ағаштар жапырақ жарып, гүл жарып тұратын кез тіптім керемет болатын сияқты. Мұнда жаңағы айтқандай әр ауданның ардагерлері аты жөндері жазылған. Мұнда танк ордендері, мәңгілік алау. Ал мына ескерткіш Бауыржан Момышұлы атамыздың ескерткіші. Мәңгілік алау. Керемет. Ал енді ақырындап қайтайық. Қайырлы күн баршаңызға. Өйстіп Тараз қаласына келіп қалдық. Құр өтпайын деп кішкене шығып аралап қайттым. Жеңіс паркіне кіріп, мүмкіндік болса толық Таразды аралауға болады екен. Керемет, тыныш, өте жайлы қала. Маған ұнады. Ал бұл видео осы Тараз қаласының ауған соғысына, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің атынан берілген саябақ десек болады екен. Керемет. Ал енді қазір Алматыға қайтам. Бұйыртса менің қайтатын уақытым келді. Көріскенше сау болыңыздар.